Жаңа қожайынға ұнадым. Пәтер жалдап қалада тұрамыз. Құстың ұясындай 2 бөлмелі үйде 3 жанбыз. Әйелім Айғаным мен қызым Айкүміс. Және өзім. Шын атым Ермұрат. Бірақ жасым әлі 30-ға жетпесе де, келіншегімнен бастап танитындар түгел Ереке дейді. Ереке деген есімге ие болсам да, ер жігітке лайық іс тындырған жоқпын. Бұрын ауылда қарапайым тракторшы едім. Совхозымыз тарқап, техниканы ебін тапқандар түгел бөліп алды да, мен секілді қолы қысқалар далада қалды. Кемпір шалдың зейнетақысына көзімді сатып отыруға еркектік намысым ұстады да, қалаға жұмыс іздеп кеттім. Бір жетіде сандалып жүріп, бір жеке кәсіпкердің тракторын айдайтын болдым. Өзім талай айдаған Беларусь екен. Бірақ ол сорлының құр қаңқасы қалыпты. Інім, айтқан теміріңді тауып беремін. Тек мынаған жан бітіріп берсең болды, деді қожайын. Бір айдың ішінде зымыратамын. Сол бір айға 35 мың теңге берсем, риза боласың ба, дейді Басекең. Ауылда жүргенде ондай ақша ұстап көрмеген басым. Өз құлағыма өзім сенбей ойланып қалыппын. Анау, інім-ау, асынып тұрсың ба? Түстің асыңда менің мойнымда, деді. Келістік, аға. Қандай қосалқы бөлшектер керек екенін жазып берейін. Соларды тапсаңыз болды, дедім. Екеуміз қол алыстық. Жағдайымды білген қожайын 15 мың теңге аванс берді. Ертеңіне 5 мың теңгеге пәтер жалдап, қалаға бала-шағамды көшіріп алдым. Тракторды айға жеткізбей-ақ аяғына тік тұрғыздым. Сол трактордың астына түсіп, үстіне шығып май-май болып жүргенімде, жылтың-жылтың етіп, бір жас жігіт күніге бір келіп кетуші еді. Кейін білдім ғой, ол қожайынның туған жиені екен. Тракторды от алдырып, обаткадан шығарған күні қожайын келіп, інішек, бір ыңғайсыз жағдай болып тұр. Жалғыз қарындасым бар еді. Оның жалғыз ұлы бар. Қарындасым, тракторды жиеніңе бермесең, ат құйрығын кесеміз, деп үйден шықпай отыр. Сен, айналайын, ренжіме, өз қолыңды өзің кесе алмайды екенсің. Амал жоқ, тракторды жиеніме беремін. Сен өз әрекетіңді істей бер, деді. Не дейін? Басым салбырап үйге келдім. Келіншегіме мүшкіл халімді айтып, дастархан басына енді отыра бергеніміз сол еді, қожайын келіп тұр. Інішек, өкпелеп, жалақыңды да сұрамай кетіп қалғаның қалай? дейді жымиып. Мен үндемедім. Міне ақшаң, деп газетке ораған затты ұстатты да, менің бір досым бар, сол ыңғайлы адам тауып берші, деп еді. Барасың ба, деді. Онда не істеймін, дедім оған салқын қабақ көрсеткен болып, ренішімді білдіріп. Біріншіден, мынау өзің өмір сүріп отырған үйден 10 есе артық үйде тегін тұрасың. Келін екеуің сол үйге қарауыл боласыңдар. Күзетшілердің жалақысы аз болушы еді, деп мүдіреп қалып едім. Бұрынғы қожайын, мен сені жаман жұмысқа жібермеймін. Жібі түзу жігіт екеніңді көріп, білген соң айтып тұрмын, дейді. Біреу тегін пәтер, жайлы жұмыс тауып берсе, келіспейтін кеңкелес жынды емеспін ғой. Келістім. Сен таңертең дайын отыр. Өзім келіп ертіп апарамын, деп жарылқаушы көкем қайтып кетті. Таңертең уәдесі бойынша ол ерте келіп, мені маздасына мінгестіріп, қала орталығынан шеттеу көшелердің біріне алып келді. Қалеке, кеше өзіңе айтқан азамат осы жігіт, деп мені сылыңқыр қара қапсағай денелі кісіге жолықтырды. Менің есімім Қалбек, деп анау қолын берді. Ереке, то есть, Ермұрат, дедім жалпылдап. Дұрыс Ереке, мына ағаң сені мақтады. Ал енді негізгі міндетіңді айтайын. Мына тұрған қос қабатты времянка сенікі. Қаласаң үстінде, қаласаң астында жасай бер. Газ, жарық, суға, пәтерге, ақыға көк тиын алмаймын. Келін екеуің осы үйді күзетесіңдер. Ақысына ай сайын
20 мыңды алақаныңа салып тұрамын. Мына ашық алаң да біздікі. Осында құрылыс жұмыстары басталады. Құрылыс материалдар түсе бастайды. Соларға бас көз боласың. 10-15 адам жұмыс істейді. Мүмкін соларға ас әзірлеу керек шығар. Реті келсе, ол жағын келінге жүктерсің. Аспаздың ақысын бөлек беремін. Рахмет аға, сеніміңізден шығуға тырысармыз, деп қуана-қуана келістім. Құрылыс ауқымы шынымен үлкен екен. Аумағы ат шаптырам алаңның жобасына мен де көз жүгірткенмін. Тойхана, ойынхана, сауна, дүкендер мен автотұрақ бірігіп толық бір қалашық болмақшы. Өзім өмір сүріп жатқан Времянкінің дәл маңдай тұсынан хан сарайындай тұрған үй түсетін көрінеді. Құрылыс жұмысында болады деген Қалекең айтқан 15 адамның жалпы саны 50-ден артылып жығылатын болды. Олар да жұмыс десе жанын салып істейтін жандар екен. Күндіз түні бір дамыл таппайды. Ауысым болып жанығып істейді. Қайтсын, үйінен бала шағасынан безіп, ақша үшін жалданып жүрген жұмысшылар ғой. Ерте көктемде басталған құрылыс қара күзге жетпей-ақ аяқталды. Салынған ғимараттарды көрсеңіз, аузыңызға шыбын жұмыртқалап кеткенше аңқайып тұра бересіз. Мұндай құрылыстың архитектуралық жобасын Қалекең қай елден алып келгенін бір құдайдың өзі біледі. Тойхана, ойынхана, саунаның ішіндегі жиһаздарды қай елдікі екендігін ойлап, бас қатырудың өзі әбес. Менің ойлайтыным, осындай қыруар тірлікке Қалекең қаржыны қайдан тауып жүр? Құрылыс бітіп, қызмет істейтін жандар түгелден соң тұсаукесер дейді ме, презентация дейді ме, ұлан ғасыр той болды. Қалашығымыздың алдына шетелдік сылаңдаған сұлу көліктерге сыймай кетті. Қана мен ойынхананың ішіндегі ығай мен сығай жандарға қызмет көрсету үшін республикамызға танымал әртістер де шақырылған екен. Менің бір таңданғаным, мұндай тойда тост көтеріп, сөз сөйлейтіндер аз болады екен. Сондықтан ба, жоқ әлде есімдері елге белгілі азаматтар болғандықтан ба, ішіп алып қуып кететін не тәлтіректеп жүрген бір жанды көрмедім. Біздің ауылда болса ғой шіркін, мынадай көл-көсір дүниені көрген біздің жігіттер жарлының бір тойғаны, шала байғаны деп дастархандағыны шегіртке қаптағандай түгел жапырып, ішіп-жеп, досыңның асын дұшпандай іш, немесе дұшпаннан түк тартсаң да пайда деп бір жасап қалар еді. Одан соң той есте қалатындай қызықты болу үшін қалай да қырғын төбелес шығарып, таңға жақын тарқырайды. Ал Қалекеңнің тойы белгіленген кешкі 19:00-де басталып, 22:00-де түгел тарқады. Рахат, қызығын біз көрдік. Мұрты бұзылмаған қазық арта, салаттар мен тығынына тырнақ тимеген арақ шарапты қызметте жүрген жігіттер мен қыз-келіншектерге және Алматыдан арнайы келген әртістер көрді. Келесі күні түске жақын әрең тарқадық. Охрананың бастығы болдым. Той өткен соң Қалекең біздің үйдің алдындағы Бразилия стилімен салынған қос қабатты ғимаратқа көшіп келді. Осында жүріп, ол кісінің бала шағасын тұңғыш рет көруім. Балалары, немерелері түгел жиналып, қоныс тойын 2 күн тойлап тарқады. Үйінде Қалекеңнің бәйбішесімен бір қыз қалды. Өзімнің жобам бойынша ең кенжесі болу керек. Жоғары оқу орнында көп болса 2-ші курста оқиды деп қосыладым. Қонақтар түгел тарқаған соң Қалекең, қызметіңді көтергелі отырмын. Сен осында тұрасың. Сондықтан саған күзеттің бастығы болған дұрыс. Айлық жалақаңды өсіремін. Ай сайын 40-50 мың теңге беремін. Осыған қалай қарайсың? Деді. Мен не деуші едім? Аға, сізге қарсы пікір айтатын жаман ініңіз мен емеспін.
Сіз не десеңіз де мен дайынмын, дедім. Кеше ғана үстімнен солярканың иісі мүңкіп, қолым күс-күс болып жүруші еді. Осы Қалекеңе келгелі жағамның кірі кетіп, шалбарымның қыры сынбайтын болған. Енді міне қара, костюм шалбар киіп, галстук тағып, ірі бір фирманың күзет бастығы болып шыға келдім. Бір сөзбен айтқанда адам қатарына қосылдым. Қосқан Қалекең. Енді Қалекеңді аға демегенде кімді аға деймін? Бірге туған ағаларым мұндай жақсылық жасамайтын шығар. Келіншегім Айғаным да бұрынғыдай тиын санамайды. Қала аралап, қалаған затын сатып алады. Күзет бастығының міндеттерін толық білу үшін өзге фирмаларға барып тәжірибе жинақтадым. Бір күні Қалекең кабинетіне шақырды. Жетіп бардым. Стол үстіндегі бір қағазға үңіліп отырған ағайым біраз үнсіздіктен соң басын көтерді де: «Қарағым, менің 3 ұл, бір қызым бар. 3 ұл 3 қалада жұмыстарын дөңгелетіп жүр, Құдайға шүкір. Қыз кенжем, білесің, шамалы еркелеу. Сол қыздың соңғы кезде мінезі өзгеріп барады. Оқуын да тастап кетіпті, бүгін анықтадым. Саған тапсырма. Қызды үйден шығармайсың. Бой бермей шығып кетсе, оған білдірмей аңдайсың. Жүрген жерін, барған жерін, кімге жолыққан түгел түсіре бер», деп шағын видеокамера берді. «Аға, сіз не десеңіз бәрін орындаймын ғой, бірақ еркелеу өскен Лира қарындасым айтқаныма көнбей, алдыңызда ұятқа қаламын-ау», дедім. «Қызыма өзім айтамын. Домашний арестесің деймін, бірақ сенің бақылауыңда болсын. Шешесі де үйде болмайды. Ертең емделуге шет елге жол жүреді», деді. Қалекеңнің қандай қызметте екенін білмеймін. Сұраған емеспін, ыңғайсыз ғой. Ал жеңгеміз Сырғалы жаңа салынған тойхана, ойынхана орталығының директоры. Осы орталық іске қосылғалы сол кісі осы жерден шықпайтын болған. Бұрын туристік фирманы басқарады, бірнеше дүкені бар деп естігенмін. Жеңгеміз шет елге ұшып кеткен күннен бастап мен қызыл ягуардан көз жазып қалмауды ойладым. Ол Лира қарындасымыздың ауыл арасында мініп жүретін көлігі. Шет елдік сұлу машина. Ағамыз, мен начальник охрана болған кезде, «Мынау сенің жорғаң, бастық адамға жаяу жүрген жараспайды», деп ВАЗ-2199 маркалы үстіне әлі шыбын қонбаған су жаңа машина берген. Мен жарылқаушым жасырын берген түсіргіш камераны да сол машинаның ішіне тығып қойғанмын. Бақылауға алған алғашқы 2 күнде Лира үйден шықпады. 3-ші күні кешке қарай қарындасым қызыл машинаға мінген кезде жанына келдім де: «Лира, айналайын, айып етпеп. Папаң қызметке кетерде қызым үйден шықпасын», деп маған тапсырған еді. «Ренжіме, бұйрықты орындауға тиістімін», дедім. «Білемін, аға, папаға білдірмейміз, екеуміз келіссек болды ғой», деді күлімсіреп. «Лира, мен ағаны сыйлаймын. Сол үшін ол кісінің айтқанын екі ете алмаймын», деп едім. Қыз: «Сіз шынымен мені жібермеймін деп тұрсыз ба?» деп ягуарды дыр еткізіп оталдырды да қақпаға қарай беттеді. Қақпа алдындағы күзетші жігітке «Қақпаны ашпа» деп белгі бердім. Қақпа алдына келіп кілт тоқтаған қызыл машинадан басын қылтитқан Лира ана жігітке: «Әй, қақпаны аш», деп бұйырды. Ана жігіт 2 оттың ортасында қалғандай біресе маған, біресе қызға қарап жалтақтап тұр. «Әй, аш дедім ғой саған қақпаны», деп қыз ызаға булығып айғай салды. Күзеттегі жігіт мені иегімен көрсетіп иығын қиғақ еткізді. «Болды, сен бүгіннен бастап боссың. Бар әйда, итіңді суғар, Мамбет», деп қолын сермеп еді. Мен жанына келіп: «Лира, ашуды бас. Бізді қызметке сен алған жоқсың.
Біз өз бастығымыздың бұйрығын орындаймыз, дедім. Ызаға булыққан қыз машинадан атып шықты да, ендігі ісім сендермен болсын. Ей, ләкей, поставь машину на месте, деді де үйіне қарай тез-тез басып бара жатты да, кілт тоқтап, қол сөмкесінен ұялы телефонын алып, әлдекімге қоңырау соқты. Слушай, мен бара алмайтын болдым. Сен Жаннаны маған жібере қойшы. Мейлі, маған бәрібір. 4-5 емес, неге 10 адам болмайды? Есеп қисап менен, обещаю. Менің алдаған кезім болды ма? Білмеймін, өмір бойы қамауда болмайтын шығармын. Отвечаю. Айттым ғой, мен төлеймін деп. Жанканы тез жіберші. У меня ломка, понимаешь? Ломка, деп қыз телефонға айқай салды. Бастықтың қызы нашақор екен. Бізден қаймығып не ұялып тұрған қыз жоқ. Күзетші жігіт қызыл ягуарды күнделікті тұратын орнына айдап апарып қойды. Мен оның жанына келіп, қожайынның қызы қалай қоқаңдаса да қақпадан шығарушы болма, дедім. Өзім өзге орындарға күзетшілерді тексеруге кеттім. Кешкі асымызды ішіп бола берген кезімізде қақпа алдында тұрған жігіт телефон соқты. Командир, күзетшілер мені солай айтады. Қақпа алдында бір топ қыз жігіттер тұр. Лира үйіне шақырған екен, не істейін? Содан түннің бір уағында әлгі жігіт қайта қоңыраулатсын. Командир, мынау үйде бір сойқан болып жатыр. Өзіңіз келіп, көріп кетіңіз, деді. Кейініп, қақпа алдына келдім. Күзетте тұрған екі жігіт жарыса сөйлеп тұр. Командир, Лира қандасымыздың достары жынданып жатыр. Біздің ойымызша олар түгел нашақорлар-ау. Тырдай жалаңа шешініп тастаған, меңіреу адамдарға ұқсайды, ләйліп жүр. Ештеңені сезетін емес, деп асығып-аптығып баяндай бастады. Біреуің менімен жүр, дедім де қос қабатты үйге беттедім. Баяу музыканы естіліп тұр. Сыртқы есік ашық екен. Ішке кірдік. Алдыңғы кең холда жалаңаш бір еркек жалғыз өзі теңселіп билеп жүр. Төрдегі диван үстінде жартылай жалаңаш бір бикеш шалқасынан түсіп ұйықтап жатыр. Оның жанында жерде шалбары бар, көйлегі жоқ бір жігіт қытайлық қымбат вазаны бұтына қысып алып, ыңылдап өлең айтып отыр. Көзін тас қылып жұмып алыпты. Ортадағы 32 орындық ұзын столдың әр жерінде шашылған, төгілген тағамдардың қалдықтары мен ішімдіктердің шөлмектері астан-кестен болып жатыр. Сынған, қираған ыдыс-аяқтардың арасында науқастарға дәрі егетін шприцтерді алып, үңіліп қарап тұрып едім. Жаныма еріп келген жігіт, командир, бұлар түгел наркомандар ғой, қараңызшы, деп стол үстінде шашылып жатқан ақ ұнтақты көрсетті. Лираны іздеп екінші қабатқа көтерілдік. Бұл үйдің құрылысын жақсы білгендіктен тіке қыздың бөлмесіне қарай тарттым. Онда жетпей дәлізде еден үстінде аймалысып жатқан жұп кездесті. Олар бізді елейтін емес. Жандарынан айналып өтіп кеттік. Лираның бөлмесіне келіп тыңдадық. Дыбыс жоқ. Тақылдаттық. Ешкім дыбыс бермеді. Ішке кірдік. 4 адам қатар жатса тарлық етпейтін төсек үстінде. Лира қыз қос еркектің ортасында жалғыз өзі тырайып ұйықтап жатыр. Үшеуінің киімі әр жерде шашылып қалыпты. Бұларды біз жөнге сала алмаймыз. Дәл қазір көшеге де шығарып тастай салмайсың. Милары айналып, уланып, айналма болған ғой. Әр қайсысы әр жерде домалап қалыпты ғой, деп едім серігім. Командир, және бір қыз болу керек. Қызыл көйлекті, сол көрінбейді, деді. Көйлегін шешіп тастаған шығар, дедім күліп. Шешіп тастаса да танимын. Олар 5 жігіт, 3 қыз болып келген. Қазір Лираны қосқанда 3 қызды кездестірдік қой. Біреу қайда? Іздейік, дедім. Көп бөлмелердің есігін ашып, ішке үңілеміз. Жабық есіктерге құлағымызды жапсырып, тыңдаймыз. Жоғарғы қабатта түгел аралап,
төменге түстік. Жалаңаш бейші еркек те құлапты. Бұрышта тұрған кісі бойы телевизордың тасасына барып пырылдап ұйықтап жатыр. Оң жақтағы есікті барып ашып қалсақ, қызыл көйлекті қыз бір дорба затты арқалап дәл есік алдына келіп қалған екен. Ол бізді көріп шыңғырып жіберді де әрі қарай қаша жөнелді. Қолындағы дорбаны тастай салды. «Тыныш, айқайлама», дедім. Қыз үлкен терезе алдында тұрған жазу столының астына кіріп кетті. Бұл бөлме Қалыбек ағамыздың жұмыс бөлмесі болатын. Кітапханасы десек те болады. Қыз тастаған дорбаның аузын ашып қарасам, іші толы әртүрлі қымбат бағалы заттар екен. Стол астына кіріп кеткен қызыл көйлекті қыздың білегінен ұстап сүйреп шығарып алып едім. Ол: «Аға, ұрмаңыз, аға, ұрмаңыз», деп дірілдеп тұр. «Сен кімсің?» дедім дауысымды қаттырақ шығарып. «Ме Жаннамын, Лираның подругасымын», деп еді серігім. «Подругаңды тонап қайда қашып барасың?» деді. Мен жай әшейін деп тұтығып тұрған қызды жетелей жөнелдім де, серігіме: «Дорбаны ала жүр», дедім. Қызды жетелеп әкелген бойда өзім тұрып жатқан үйдегі бос бөлмеге қамап тастадым. Дорбаны күзетшілер бөлмесіне апарып қойдық. Бастықтың таңертең 7-де тұратын әдеті бар. Сол уақытты күтуге тиістімін. Ол жеңгеміз емделуге кеткелі үйінде түнемей жүр. Соған қарағанда өзге әйелі не көңілдесі болу керек. Таңертең ерте ағайдың ұялысына телефон соқтым. «Аға, ерте қоңырау соққаныма кешірім өтінемін. Уақытыңыз болса, келіп кетіңіз. Үйіңізде бір топ нашақор түнеп жатыр. Солардың ішінде бір ұрыны ұстап қамап қойдым», дедім. «10 минутта жетемін», деді Қалекең. Жүгіріп барып Лираны ояттым. «Айналайын, тез тұрып, ең болмаса өзің киініп ал. Қазір әкең келеді», дедім. Бетіме ежірейе қараған қыз: «Иди к черту», деп теріс айналып жатты. Қыздың жағынан шапалақпен шарт еткізіп бір салып қалдым да: «Бізден ұялмасаң, ұялма, әкең келе жатыр». Әкең, түсінесің бе? Туған қызының мына жатысын көрсе, ол сорлы не дейді? Өз қолымен сені қылқындырып өлтіретін шығар. Бол, тез киін», деп сүйрелеп еденге түсірдім. Қыздың миына енді бірдеңе жеткен секілді. Ол төсектегі жалаңаш қос еркекке бір қарады да, орнынан тәлтіректеп әрең тұрды да, киімдерін жинастыра бастады. Дәл осы кезде сыртта машинаның сигналы естілді. Қалекеңнің машинасы. Қалекеңнің машинасы екенін үнінен таныдым да, сыртқа қарай ұмтылдым. Жолда жатқан ғашыққа сүрініп кетіп, бетімнен түстім. Ол екеуін іштей бір сыбап алдым да, орнымнан атып тұрып жүгіре жөнелдім. Ағамыз қақпадан кіре салып, үйіне тіке тартты. Мен кідіріп, сыртта тұрып қалдым. Сәлден соң іштен шар ете қалған әйел даусы шықты. Одан соң тасыр-тұсыр дыбыс естілді. Сыңғыр етіп шыны сынды. Терезе ашылып, Қалекең сыртта тұрған маған айғай салды. «Әй, мелшиіп не істеп тұрсың? Шақыр жігіттерді», деп бұйырды. Қақпа алдындағы екі жігіт пен Қалекеңнің джипін айдайтын шопыр баланы ертіп ішке кірдік. Екінші қабатқа көтерілдік. Көзіме бірінші түскені Лираның мұрнынан қан сорғалап, дәріздің бұрышында жүрелеп отыр екен. Әбер болғанда үстіне көйлегін киіп үлгеріпті. Қалекең өз қызының бөлмесіндегі екі жігітті тепкінің астына алып жатыр екен. 60-тан асып кеткен жам ғой, ырсылдап әп-сәтте ентігіп қалыпты. Маңдайында тер тамшылары көрінеді. «Мына малғындарды түгел далаға сүйреп апарып, байлап тастаңдар», деді. Одан соң маған қарап: «Ереке, осы қалыптарында лентаға жазып алғаның дұрыс-ау», деді. «Аға, ол жағын тындырып қойғанмын», дедім. Оным рас еді.
Қызыл көйлекті қызды қамаған соң, жалғыз өзім үйге кіріп, есірткіге елтіп, әр жерде күшәла жеген итке ұқсап, домалап жатқандарды түгел бейне камераға жазып алғанмын. Неге екенін өзім де білмеймін. Жалаңаш жатқан Лираны түсіргенде үстіне жамылғы жауып қойғанмын. Жаным ашыған шығар. Әкесіне ме, жоқ қызына ма? Ол жағында ойлаған жоқпын. Жолда туған Жолбике. Жартылай жалаңаш, тырдай жалаңаш тобырды тоқпақтап далаға алып шықтық. Есеңгіреген қыз-жігіттердің естері кіріп, киімдерін түгендеп, асығыс киіне бастады. Басекең, байлап тастаңдар, деген сөзін қайталаған жоқ. Сол бұйрықты біз де естімеген болып тұрмыз. Тонаушысы қайда? Деді сыртқа шыққан ағамыз. Бір жігіт барып, қызыл көйлекті қызды ертіп шықты. Қызды көргенде Қалекеңнің көзі дөңгеленіп кетті. Ол анаған таңдана біраз қарап тұрды да, әй, сен Жанка емессің бе? Деп еді. Қыз маған қарады. Қалекең де маған қарады. Мен күзетшілердің бөлмесіндегі дорбаны алдырдым да, ағаның алдына қойдым. Қалекең дорба ішіне үңіліп қарады да, атаңа нәлет, Жолдыбайдың жолда туған желебі, асымды ішіп, дастарханыма түкіріп жүр екенсің ғой, деді де қыздың бетіне салып қалды. Ағатай, кешіріңіз, ағатай, құлыңыз болайын, мен білмей қалыппын, кешіріңіз, деп Қалекеңнің алдына тізерлеп отыра қалды әлгі қыз. Қане, түгел аты жөндеріңді, үйлеріңдегі телефон номерлерін айтыңдар, деп бұйырды ағамыз. Аналар кезек-кезек мекен жайларын айтып, ділдеп тұр. Тек бір қыз ғана, сен, шал, өз ісіңе басыңмен жауап бересің. Тілімді кесіп алсаң да атымды, адресімді айтпаймын, деп безірейіп тұр еді. Айтпасаң айтпа, барлық істі сенен бастаймын, деп шетте тұрған жалбашашты жігіттің шашынан уыстап ұстады да жұлқып тартып қалды. Жігіт, ой, пахан, больно, деді. Больно болмау үшін, мынау бетінен зәрі шығып тұрған қай дәудің қызы? Соны айт, деді. Айтамын, ол Шайханың қызы, Лаура, деді. Қалекең жігіттің басын бір сілкіп итеріп жіберді де Лаураға қарап, ал, енді не дейсің? Шайхан әкеңді қазір шырылдатып алдыңа алып келемін, деп еді қыз. Ол сенің бұл ісіңді кешірмейді, сен өліксің, деп темекісін аузына апара бергенде, Қалекең қыздың бұтынан бір тепті де ет бетінен түсірді. Қане, жас болдың ба? Маған бер. Кімнің қандай өлік екенін көрейін, деп есірткі құмарлар айтқан тізімді қолына алып, көз жүгіртіп шықты да, Шайханың номерін кім біледі, деді. Әлгінде шашы жұлынған жігіт, мен білемін, деп телефон номерін айтқан еді. Ыңырсып жатқан Лаура, сатқын қатын, деп жерді жұдырығымен тоқпақтай жөнелді. Қалекең ұялы телефонын алып, қағазға қарап тұрып, номерлерді тере бастады. Күзетшілердің біреуі оған орындық әкеліп берді. Алло, маған Шайхан керек. Өзіңбісің? Мен Қалекеңмін. Танысаң орынды. Слушай, Лаура деген жексұрындау қызың бар екен. Иә, сол бала менде тұтқында отыр. Иә, тұтқында. Ұрлаған жоқпын, ұрлатқан да жоқпын, өзі келіп қақпанға түсті. Мен Құдайдан ғана қорқамын. Сол үшін өзіңе хабарлап отырмын. Мен саудаласпаймын. Қызыңның құнын өзің білесің. Болды. Ойланып өзің хабар бересің, деді де маған қарап, Лаура қызды қамаңдар, деді. Жанкадан босаған бөлмеге Лаураны апарып қамап тастадық. Қалекең түнгі қонақтардың әке-шешелеріне дәл осылай кезек-кезек хабар беріп, бәрін қаматып тастады.
Есік алдындағы хауыз жанындағы аппақ мәрмәр тастан өрдіріп әшекейлеп салдырған бастырма ішінде дастархан жасатып өзі сондай жайғасты да: «Ереке, өзіңнен өзгелер жұмыс орындарында бара берсін. Сен бері кел, жаныма отыр», деді. Үнсіз келіп дастархан шетіне отырдым. «Інім, неге екенін өзім де жөнді түсінбей жүрмін. Сені ет жақын бауырымдай жақын көремін. Жан-жағымда мен үшін жанын қиятын жігіттер жетерлік. Бірақ сен ерекшесің. Ауылда өсіп, ауылда қарапайым тракторшы болып, қулық-сұмдықтан алыс жүргеніңнен ұнататын шығармын. Байқаймын, қала өміріне сен де төселіп қалған секілдісің. Солай бола тұра, Басеке, сіз осы қандай жұмыс істейсіз, немен шұғылданасыз? Көл-көсір дүние қайдан, қалай келіп жатыр, деп бір ретте сұраған жоқсың. Өзім айтып, өзім берген ақшаға риза болып, томпаңдап тірлігіңді істеп жүре бересің. Оның да дұрыс шығар. Иә, өмір деген арпалыспен өтеді екен ғой. 5 күн жалған дүние деп бекер айтылмаған. Бұл өмірде өзің үшін талпынбасаң, ешкім ештеңе бермейді. Бар болса тартып алады, ұрлап алады, қорқытып алады. Сені тұралатып тақыр жерге отырғызып кетуге асығады. Бұл заман күштілердің заманы. Жаныңда жолдас болып жүрген жігіттердің өзі дүние үшін сатып кетеді. Көзіңе күліп қарап тұрып, ішінен осыны қалай жайратсам екен, деп ойлап тұрады. Інім, мен әуелі өзің секілді қарапайым жұмыстан бастағанмын өмір сүруді. Содан соң басшылық қызметтердің құлағына жармастым. Міне, сол жармасқаннан әлі жармасып келемін. Алысып келемін. Жұлысып келемін. Уақыт өтіп, заман өзгерді. Бірақ адам өзгерген жоқ. Адамдардың ес-әлдерді билік басында болу, мол дүние табу. Кедей бай болсам, бай құдай болсам дейді екен ғой. Мен кедей емеспін, баймын. Бірақ құдай болуға ұмтылмаймын. Жаратқан ием кешірер. Байлардың арасында Басеке деген бәле бар. Өле-өлгенше күндіз-түні жатсаң тұрсаң ойыңнан кетпейтін кесел. Асып төгіліп жатса да, болған үстіне бола берсе дейсің. Ең соңында тоналасың. Немесе жүйкең жұқарып, кеселге ұшырайсың. Ереке, 3 ұлым бар, білесің. Олар да менің жолымды қуған. Өзім жолға салып жібергенмін. Олардың дәулеті менікінен кем емес. Жалғыз қыз шірген жұмыртқа болды. Атымды әбден былғады. Өз қолыңды өзің кесіп тастау қиын екен. Не істерімді білмей езіліп отырмын. Мынау тобырды көрдің ғой. Олардың әке-шешелері де дәл мен секілді шірген байлар. Ақшамен самауыр қайнататындар. Бірақ бәрінің мойнында қарапайым халықтың маңдайы тері, көз жасы бар, қарғысы бар. Десем де қателеспеймін. Мүмкін содан шығар, соңғы жылдары жолым болмай, жатаған есектей болып барамын. Анау емделіп жатқан жеңгеңнің өзге және 2 жеңгең бар. Үшіншісі өзің қатарлы. Бала-шаға түгел біледі оларды. Бәйбішем аурушыл болған соң өзі рұқсат берген. Рұқсат бермеген күнде де менің тоқтамасымды біледі. Байқаймын. Соңғы жылдары да дүние мүлікке салғырт қарайтын болып алды. Қолда барда қыдырып, ел жер көрейін дейді ме, жыл сайын шетелдерге 5-6 рет барып, демалып, емделіп қайтады, деді. Қалекеңнің ұялы телефоны құлынша кісінеді. Ағамыз маған қарап жымиды да, көзін бір қысып, телефонды құлағына тосты. Ало, иә, айттым ғой, құнын өзің кес.
Мен әлдекімдерге ұқсата алмаймын. Иә, жарайды. Қызыңды қырғы базардың алдында күт. Менің адамым алып барады. Сен өз адамдарыңа айт, менің жігітіме көз алартушы болмасын. Менің айтқаным болмаса, қызыңның концертін кешке жергілікті теледидардан көресің. Түндегі тірліктерін толық жазып алғанбыз, деді де телефонды дастархан шетіне қойды. Сәл ойланып отырды да маған қарап: ал, Ереке, жаман ағаңның ойынына бүгіннен бастап сен де араласасың. Қазір шайханың Лаурасын машинаңа салып ал да қырғы базарға бар. Жаныңа өзіңе ұнайтын сенімді 2 жігіт ертіп ал. Олар өз қызын өзі сатып алады. Саудаласпа, бергенін ал да ізің шекер қайт. Бүкіл денесін, ағзасын есірткіге улаған сұмырайларды бүгін тегіс сатамыз, деді. Нашақорларды сатып жібердік. Қалекең айтқан қырғы базардың қарсысындағы автобус аялдамасынан шамалы өтіп барып тоқтағанбыз. Жанымызға бір жігіт келіп, машина ішінде үңілді де: «Лаура, входи», деді. Қыз орнынан тұрмақшы еді. Мен оның иығынан басып қайта отырғыздым да бейтаныс жігітке: «Жақсы жігіт әуелі сәлемдеседі», деп едім. Ол да бір қыршаңқы екен. «Сәлем беріндей сен Меккеден келіп бе едің? Жоқ әлде Құдай қосқан құдам ба едің?» деді. «Меккеден келмесем де құда болып қалуымыз мүмкін. Қазірше қыз бізде, қалың малы қайда?» дедім. «Маратик, онда стал меня. Атып тасташы өзің», деп Лаура жұлқына бастап еді. Мен: «Маратик, қане атып тасташы. Ата алмайсың, иә, артыңа қара, ату үшін де жүрек керек», дедім. Лаура: «Извини», деп жігіт қызға жалынышты көзімен бір қарады да маған бұрылып: «Қанша сұрайсың?» деді. «Саудаласатындай сен базарда тұрған жоқсың. Шефің қанша беріп жіберді? Түгел бері шығар. Ойланатын уақыт жоқ. Бол тез», дедім. Жігіт жан қалтасынан пакетке салынған түйіншекті алып маған берді. Ашып қарасам, ақштың ақшасы екен. Санаған жоқпын. Жанымдағы жігіттерге қарап: «Қыз, Марат иттікі, жіберіңдер», дедім. Лаура сыртқа шықты да машина ішіне қайта үңіліп менің бетіме шапалақпен салып қалды да: «Сені бастығыңмен бірге түрмеде шірітемін. Оны істемесем атым басқа болсын», деп қарғанды. «Сенің атың онсыз да басқа», деп жанымдағы жігіт мырс етіп күліп жіберді. Үйге қайтып келсек, Қалекең дәл сол базар алдында екінші клиентті даярлап қойыпты. Жалбыр шашты жігітте машинаға салып алып базарға апарып сатып қайттық.